телевизионщиктер сендер кейде коварный сұрақтар қоясыңдар ғой. Қызылордалықтар сендер бәлесіңдер, бір-біріңді тартып, бір-біріңе сондай бауырмалсыңдар. Гүлнұр Оразымбетова, Мадина Садвакасова, Серик Ибрагимов, Алмас Кишкенбаев. Төреғали Төреәлидің феномені қалай? Ол енді бөлек әлем. Ол арқасы бар жігіт. Өнердегі әйелдер арасында бақталастық қатты сезіледі. Білмеймін, мен еркекпін ғой. Еркектің әйелмен арасында достық болса, ол тек қана бір еркек жағынан кішкене Махаббат десем. Махаббат. Мен жақын достарым жігіттер. Жәке, кейде сізбен аралассам, нормальный бір жігітпен араласқандай сезінем, оның жанында сіз мықты жігітсіз деп. Сізге мықты әйел деген анықтама жиі айтылады, бірақ мықты әйел деген кім екен? Қазақтың аналары бір сөзбен екі елдің соғысын тоқтатқан. Бір какой-то бір еркек тоқтата алмайсың ба? Жалпы ер азаматтар үйленуге кейбіреулер қорқатын да сияқты ше. Тем более мен сияқты әйелден өзім. Сахна еркелікті кешіреді деп ойлайсыз? Жастар каверді күшті айтады. Қазақша әнге келгенде бәрі қирайды. Let's go деп ағылшынша сен, ол әніңмен сен ағылшындар бәрібір қабылдамайды. Неге дейсіз бе? Қазақша әнге білім керек. Мен есен, сен еспе, су күлкісі сыңғырлаған, сенің күлкің емес пе? Жеңіс ханым, сәлеметсіз бе? Сәлем, Лаурочка. Қызылордаға қош келдік. Ой, жаным, сол қош көрдік. Қалай жеттіңіз? Керемет, керемет. Ауылға баратын кезде саған қанат бітеді ғой. Дұрыс айтасыз. Жақында сіздің үлкен мерейтойыңыз болыпты. Сонымен құттықтаймыз сізді. Аңсатса сырығыр әндер бер жүрегімді өзіңнен туған ұлың айналсын. Жайқалған ақ күрішің жаралған шаттық үшін қайран сол сыр сұлуы қайдасың. Негізі әйел адам жас туралы ашық айтпайды ғой, бірақ сіз оны анықтап, әдемілеп. Оның несін жасырасын? Қыздың жасы 60-та. Жетінші ондық дей ма? Жетінші ондық. Сол жетінші ондыққа қадам бастық енді. Осындай әдемі түрмен. Сыр сұлу деген теңеу өзіңізге жарасады. Бір ән кейде адамның өмірін өзгертіп жібереді дейді ғой. Жеңіс Ысқақова әнді таңдады ма әлде ән Жеңіс Ысқақованы таңдады ма екен? Жалпы осы сұрағыңыз өте орынды. Айтып жатырсыз ғой, сыр сұлу деген бұл маған Алладан келген бір атақ деп ойлаймын. Өйткені маған өзіме қатты ұнайды сыр сұлу деп. Кейде біреулер сұрап жатады ғой. Жеңіс әпке, сізді қайтып хабарлайық, заслуженный деятель, бірдеңе-сірдеңенің иегері, мен айтам. Жұлдыз, бірдеңе деп айтпаңдаршы, Құдай үшін деймін. Өкіметтің берген атақтарын айт. Қатты мадақтағыларың келіп жатса, сыр сұлу деп айтыңдаршы дейді. Бұл жерде тағы да Алланың қалауымен мен осы сырдың топырағынан жаралған қыз болғандықтан кішкентай мектеп қабырғасынан сол сыр сұлуын айтып өстік. Өйткені біздің еліміз сол күріштің отаны ғой. Сондықтан да біріншіден Шәмші Қалдаяқов атамызға мың алғыс, біздің елге осындай әдемі ән арнап жазып кеткеніне. Және де ол басында бұл әннің жаңағы аты тіпті сыр сұлу емес, күрішші қыз деп аталған екен. Шәмші ағаның бір жақын сондай досы, күрішші қызыңнан гөрі сыр сұлуы деген әдемі болады ғой деп. Сонымен осы сыр сұлуы менің бағымды жандырды, расында да. Бірақ сыр сұлу деген атау Мадина Ералиеваға атанған болатын. Енді бұл жерде ешқандай не жоқ, спор жоқ дейді ғой. Мадина Ералиева апамызды бұл әнді айтқан. Жалпы сыр өңірінен шыққан әншілердің бәрі айтқан бұл әнді. Енді сонау 90 жылдардың аяғында, 2000 жылдардың басында Қалдыбек Құрманалиев деген менің композитор досым бар, осы Шәмші танушы. Сол Шәмші әндерінің фестивалін ұйымдастыратын кезде Шәмшінің бүкіл әндерін әншілерге таратады ғой. Сен мынаны да қалай айтасың, сен мынаны да айтып көрсең деп. Маған бірінші ұсыныс түсті де, сол кезде мен
сыр сұлуын айтамын дедім. Иә. Шәмшінің қандай әндерін айтасың дегенде. Ол кезде Мәдина апайымыз тірі. Тірі. Содан енді Қалдыбек Мәдина апайға барады ғой. Осындай Шәмшінің әндеріне концерт ұйымдастырып жатыр. Сіз Шәмшінің қайықтасын айтасыз, тағы қандай әндер бар десе. Ол да мен сыр сұлуын айтамын деген. Сосын айтты, апа енді кешіріңіз. Сыр сұлуын, жеңіс сыр сұлуын алып қойып жүрдіңдер. Кім алды? Менен басқа кім айтады оны депті. Сөйтсе, Жеңіс Қақова деген сіңіліңіз алып қойды десе, жарайды. Ол да сырдың сұлуы. Оның да айтуға құқығы бар деп. Мәдина апам сол кезде өз еркімен маған осы әнді тапсырып кетті ғой. Негізі сіздің әдемі өлеңдеріңіз көп, бірақ ең көрікті нағыз визитная карточка болып тұрған ән сыр сұлу деп. Туған жер топырағы ең алдымен сізге не берді? Намыс па, әлде арман ба, әлде батылдығы ма? Туған жер топырағы маған біріншіден рух берді жүрегіне. Өйткені сыр елі, жыр елі деп бекер айтпайды. Өзіңіз байқап отырсаңыз, қазақтың бүкіл әдет, ғұрпы, дәстүрі, мәдениеті қазақтың осы сыр өңірінде бұзылмай сақталған. Бала тәрбиесі, анаға деген құрмет. Байқасаңыз бізде қаланың ортасында анаға тағзым деген жақсы ғимарат бар. Сол жерге келіп жастар аналардан үлгі сабақ алып тұрады. Мысал үшін, соның барлығын бүгінгі жастарға айтатыным, жалпы біздің қазақ халқынан асқан дана халық жоқ. Оның ішінде сыр өңірі, сырдың топырағынан шыққан біздің азаматтар нағыз сол әдет, ғұрып, дәстүрді, мәдениетті сақтап қалған жер. Сондықтан да мен біріншіден рух алдым елімнен, патриоттық сезім алдым. Жалпы менің бойымда бір жақсы қасиет болса, осы қасиеттің бәрі менің осы топырақтан алған. Негізі қызылордалықтар білік болады дейді ғой. Міне, кеше ғана осы Талдықорғанда, Жетісу өңірінде гастрольдік сапарда болғанда, басқа өңірдің әріптестері айтады маған, Жеңіс, сенің мерейтойлық концертіңді көрдік, қасыңа тек өзіңнің жерлестеріңді жинап алыпсың дейді. Негізі біз айтамыз, осы қызылордалықтар әрдайым бір-бірін тартып жүреді деп. Енді ол тағы да біздің еліміздің дәстүрі, бауырмалдық, туған туысқанға деген сыйластық, ағаның, апаның ініге, қарындасқа ақылмен қарап, олардың жаңағы осы жүріп келе жатқан жолда бірге жүрейік, осы жолда бірге өтейік, қателіктер болатса құлақтарына сыбырлап қойып, бір-біріміздің жақсымызды асырып, жетпей жатқан кемшілікті жасырып жүретін жағдайымыз бар. Мен не үшін сұрағаным, негізі мен өзім Қызылорданың тумасымын, сол үшін осы сұхбат мен үшін өте жылы болып тұрды, және де мен өте қуаныштымын келіскеніңізге. Сол үшін жаңа айтқан сөздеріңіз маған өте қатты ұнап жатыр, иә? Қатты ұнап тұр. Дұрыс қой, енді сен де сол топырақтан жаралған осындай әдемі, біздің көрдіңіздер ме? Сыр сұлу деген атқа өте лайықтысың ғой сен. Рахмет. Әрдайым мақтанып жүремін мен де. Иә. Айтуы мүмкін, ой, мына екі Қызылорданың қызы қосылып алып бір бөсіп жатыр деп. Әрине, әркім өзінің туған жерін, туған топырағын мақтан ету керек, шыққан жерін мақтан ету керек. Сол кезде әр адам өзінің туған жерін мақтап жүрсе, ол нұр үстіне нұр. Мен Семей андай, Көкшетау бұндай деп жатқан жоқпын. Мен өз еліммен мақтанамын. Әр қазақ өзінің елімен мақтанса, өзінің туған жерімен мақтанса, онда бүкіл Қазақстан керемет болып. Керемет болып біз оны әлемге танытамыз. Дұрыс айтасыз. Бірақ та кейбір адамдар ренжиді ғой. Мыналар бөлек. Ол санасы төмен адамдар ренжитін. Ал санасы, ойы кең, білімі терең адамдар, олар қайта бізге қызға қарау керек. Ойпырмай, мына елдің айтады ғой, болар елдің балалары бір-бірін батыр дейді. Болмайтын елдің балдары бір-бірін қатын дейді. Сондықтан да біз бір-бірімізді көтермелеп, мақтап, осындай, егерде мен осы бір азаматтың тек жақсы жағын көріп мақтай берсем, ол жамандық жасауға ұяты бар байында ғой. Айтасыз. Ойпырмай, маған осындай баға қойып еді, мен мынандай ұрлыққа қайтып барам дейді. Қазір бізде не көп айтады, ой, кілең коррупция, ұрлық, қарлық көп, өтірік мақтанады дейді. Біз адамбыз ғой, түйсігі бар адам. Мақтаған сайын ол жамандығынан, бойындағы кемшіліктен арылуға тырысады ғой. Сондықтан да мен ойлаймын, біз
бір-бірімізбен мақтануымыз керек. Біз бір-бірімізге үлгі болуымыз керек. Әлгі мақтанатын да бар. Иә, мақтанатын дүниең болса, неменеге мақтанбасқа? Дұрыс айтасыз. Жақсының жақсылығын айт, нұры тассын дейді. Сондықтан да біз айтады ғой, кейбір адам қолындағы алтын қадірлемейтін адамдар бар ғой. Ол өтіп кеткеннен кейін, ой, ол сондай еді, керемет еді. Сен ол адамды тірі кезінде бағаласай, ол өлгеннен кейін оған сенің бағаң 5 тиын қажеті жоқ. Ол Алланың алдында бағасын алып қойды адам. Әрбір адам Алланың алдында бағасын алады. Алла оны бағын да береді, білімін де береді, соны бағалайды, біледі. Ал бір санасы төмен адам жамандады екен дегенге, ол адам жаман бола қалмайды. Сондықтан да бір-бірімізді бағалай білейік. Сахнаның ортасында сіздің екінші лақап атыңыз бар. Біреусі Сори дейді, біреусі Братан дейді сізді. Иә. Сори негізі ол қайдан шыққаны, негізі жеңісті Жекка, Джонни, Жайке деп айтатын. Жоқ, енді ана бала күнімізде мен өте ұзын болдым да арық болдым ғой. Иә. Сосын арық адам ол өте ұзын болып көрінеді. Иә. Соны мына бой сорайып кетті, сори деп, сол кішкентай кезімізде сори дейтін. Сосын курстастарым бар арасында сори дейтін. Ал Братан деп бұл өзімнің ортамда мүмкін мінезіме, мүмкін сөзіме кейде жігіттер айтатын, мә Жаке, кейде сізбен аралассам, нормально бір жігітпен араласқандай сезінемін. Жігіттердің өзі кейбіреу майдаланып кетті, оның жанында сіз мықты жігітсіз деп. Содан Братан болып кеткен жайым бар. Мысалы, Мұқасанға телефон шалсам мен, Братан қалайсың дейді. Иә, бірақ қыздар да сізге Братан деп айтады. О, Ақботаны мен братишка деймін да, өйткені. Ақбота Керімбекова. Ол сосын маған Братан дейді. Иә. Ана кім, Қапаш Құлышева деген менің апам бар ғой. Иә. Ол мен әлі күнге дейін братишка дейді. Өнердегі әйелдер арасында бақталастық қатты сезіледі ме? Білмеймін, мен еркекпін ғой десің. Сөйтсе өтті ма десің да. Шынымен де сіз өзіңізді бір еркекше санайсыз? Жоқ, мен бақталастық бар деп айтатын адамның өзі, значит, өзі бақталасады. Иә. Ал менде бақталастық деген менің санамда жоқ ол. Неге дейсің бе? О бастан Аллах тағала бізге беретін несібені жаратушымыз береді. Мен оны біреудің несібесіне неше атағым бар онда. Оған мен неге көремеуім керек? Мен тіпті әркім өз несібесі өзіне, әр өзінің атағы өзіне. Ол анау артық, анау кем деген менде санамда жоқ. Бақталастық бар дейтін адамдардың өзі бақталасады. А мен ешкіммен бақталаспаймын. Потому что мен жеңіспін. Анау бақыт, анау Мақпал, ана Роза, ана Нағима. Олардың әрқайсысы өзінше. Мысалға мен олардың біреу артық, біреу кем деп айта алмаймын. Олардың барлығы мен үшін тұлға. Мақпал, Роза, Нағима мен үшін тұлға. Менің үлкен апаларым. Ал менің замандастарым, қатарластарым, олардың әрқайсысы бір-бір төбе, бір-бір тұлға. Сондықтан да мен оны еркек па, әйел ма, бақталастық, не бақталастық, ол менің түсінігімде жоқ дүние. Бақталастық бар дейтін адамның, значит, өз редиска десең. Ал достық ше? Өнер тағы да, достық та бұл махаббат сияқты. Иә, ол не деген әңгіме? Бұл достықтың өзі үлкен махаббат. Достық бар ма? Әрине бар. Сіз кіммен доссыз? Мен жақын достарым жігіттер. Негізі... Әйелдерде бар жақын достарым. Негізі әйел мен жігіттің арасында достық бола ма? Вот әйел мен жігіттің арасындағы достық нағыз мықты достық. Ол қандай сонда? Ол мысал үшін мен айтайын, өзімнен үлгі ретінде. Мысалы мен не кисем, мысалы бір әйел досың, мынаны көйлек күшті екен, мынандай көйлек алу керек дейді да. Ал мен еркек достарым менің көйлегіме қызықпайды. Олар көйлекке қызықпайтын шығар, бірақ менің ойымша еркектің әйелмен арасында достық болса, ол тек қана бір еркек жағынан кішкене махаббат сезім бар сияқты. Жоқ. Бауырмалдық деген болады. Мынау достық бір бауырмалдыққа, бауырға айналып кетеді.
Өйткені ол жылдан жылға нығая береді ғой. Өйткені бірге жолға шығасың, бірге қиындық көресің. Моменттер болады, бір-біріңді сатып кетпейсің, бір-біріңді тастап кетпейсің. Жарайды. Мысалы, алайық, сіздің бір жан досыңыз бар, Ғани Құлжанов. Иә. Сонымен достығыңыз қандай? Біз бір-біріміз сағынамыз. 1-2 сағат отырсақ, екеуміз бірімізге кетші, жапшы аузыңды дейтін. Ол нағыз достық. Енді Жеңіс Ысқақованы сыр сұлуы дейді ғой, бірақ мен өмірде Жеңкебай деймін. Жеңкебай деймін, ал енді сыңарым деп айтатыным, біз кішкентайымыздан бірге өстік. Керемет. 15 жастан, енді менің жасым 60-та қазір. 15 жастан санай беріңіз. Ой, сіз айтпасаңыз тіпті 60-та беру. Я көрермен. Бұйырса. Мен сыңарым дейтінім, бұл кісімен енді білмеймін, сырымызда бір, жырымызда бір. Мен ең бірінші бұл кісінің әр бағдарламада айтатыным, бұл кісінің жолдасына мен алғысымды айтамын. Неге десеңіз, біздің достығымызды түсініп, біздің әлемімізді түсінген Тоқтасын мырзаға алғысымды айтамын. Неге? Мен 24-те 7 Тоқтасының үйіне, яғни Жеңкебайдың үйіне кіре берем, шыға берем. Бізде түнгі звонок деген, таңғы звонок деген болмайды. 24-те 7. Соның бәрін түсінген, енді ондай достықты түсінбейтін жан-жары болатын болса, кешіріңіз. Нағыз достық ол. Сен маған үйдедің, сен маған бүйдедің деп тырнақ астынан кіріз демейтін, сөзді көтеретін, қалжыңды көтеретін достық. Мен бірақ мысал келтірейінші, мысал. Телевизионщиктер сендер кейде коварный сұрақтар қоясыңдар ғой, камераны қосып қойып тұрсаңда. Сондай бір жағдай болды, бір бағдарламада жақын досыңыз кім деп айтасыз? Мен бүкіл Қазақстан біледі, Ғани дедім. Енді басқа да достарым көп қой менің. Роза, Аида, Гүлнар, Ғалия, Ажар, көп подружкаларым. Енді Ғанимен мен 44 жыл доспын. Иә. Бұл дегеніңіз бір адамның өмірі ғой. Ең жаңағы знак качествосымен дос қой енді. Соңғы Ғаниға звондадым. Ол актер, ол бизнесмен емес. Иә. Бізде аузымызды ашсақ ақша болады, аузымызды ашпасақ ақша болмайды. Ол біресе болады, біресе болмайды деген сөз. Балаң бар, шағаң бар, туғаның бар, туысқаның бар, келген ақша солай кетеді. Ол бір бизнес болып жатса, айналып жатқан, ол кезде оларда әрдайым ақша болуы мүмкін. Соңғы Ғаниға телефон шалам. Не айтайын десем айтады. 1 миллион теңге сұрашы дейді. Иә. Сонда мен Ғаниді да подставлять етіп тұрмын ғой. Онда миллион бар ма қалтасында, жоқ па, білмеймін ғой мен. Ғани 1 миллион теңге бар ма дедім. Үндемей қалды. Женка 900 бар екен, жіберейін ба дейді. 900 бар дедім. Болды деді. Где-то 900, там миллион. Болды деді. Қайда жіберейін деді. Ол да жібермей аққа сосын айтам дедім. Қатын, не болып жатыр деді. Съемка ғой деп, ой, телефонды қойып қойды. Мысал үшін. Иә. Ал кім саған қазір звондағаңда 1 миллион бере салады? Иә, 100 мыңда бермейді қазір. Дұрыс айтасыз. Ал сөйді олына керек. Бір жерде жақсы концерт болып жатса, бір жерде жақсы бірдеңе болып жатса, Женка мына жерде осындай болайын деп жатыр, сен уақытың бар ма, мен сені ұсынып жатырмын дейді. Иә. Мысал үшін. Сөйтіп бір-бірімізді ұсынып жүреміз біз. Алла берген Жақсыбаев деген досым бар. Енді қайтадан қызылордалықтар. Сол қызылордалықтар ғой бәрі. Иә. Сондай тағы да сол достық ең жақын достар бәрі қызылордалықтар десін. Құдай берген Бекішев те қызылордалық. Қазір шоу-бизнеске қарап отырып көңіліңіз қалатын сәттер бола ма? Көңілім қай кезде түседі айтайын ба? Қазіргі жастардың батысқа еліктеп, сахнада тұрысы, жүрісі, сахнаның мәдениетін ауытқиды кейде. Біз 1000 жерден жаңағыдай әніміз керемет болса да, біздің мына сахнадағы қадамымыз, жүріп тұруымыз, кіріп шығуымыз, халықтың алдында тұрып ән айтудың мәдениеті бәрібір біздің менталитеттен аспау керек. Бұлай жасауға болмайды. Әрине, қыз қылығымен тәтті дейді. Қыздар да ән айтқан кезде жаңа қылығын жасасын, бірақ кейде жаңағыдай бүйтіп тұла бойын сипап кетеді ғой.
жараспайды дейсіз. Баяғыда Болат Атабаев деген менің керемет ағам айтып еді, мынау қазіргі жастар немене сахнаға шығып, мауыққан мысықтар құсап, көздері аларып, өзін өзі сипап тұрады дейді да. Онымен сен әніңмен, үніңмен халықтың жүрегінен орын алуың керек қой. Сосын осындай бір интервьюлерін тыңдасам кейде қарным ашады сауатсыздықтарына. Сөзі дұрыс айтпайтын сауат. Сонда көрініп тұрады, иә, мықты өнерлі бала шығар, бірақ оқу керек, тілді оқу керек, әдебиетті оқу керек, тарихты оқу керек, айтар сөзіңді дұрыстап жеткізуің керек. Ол әнші деген ол халықтың айнасы ғой. Сол ана бүгінгі кумир болып жүрген жас әншілерге қарап, біздің немерелеріміз өсіп жатыр ғой. Ертең бүгінгі күні әнші сақау болса, ертең менің балам да сақау болады ғой. Сосын келеді да бір әнді 3 тілде айтады. Иә. Оның не пайдасы бар? Оның не пайдасы бар, ол немен еліктейді? Ол жерде ырғақ қана бар, ән ғана бар. Сосын келеді да бір орысшасын қосады, оның арасында let's go деп ағылшынша. Сен ол әніңмен сен ағылшындар батыстың көрермені сені бәрібір қабылдамайды. Сен қазақша әніңмен, қазақша үніңмен ғана өзіңді де халқыңды да көрсете аласың басқа өзге ұлтқа. Ал сен анау сапырылысқан үш тіліңмен алысқа шаппайсың. Соған мен қарным ашады. Соны қазіргі продюсер қайтсек хайп жасаймыз деп майып болып жатады. Иә. Сол хайповать етуді қою керек. Қою керек. Сосын біздің жастарға тағы да айтатыным, өзім енді ұстаз болғандықтан қазір студенттерім, көбінесе сосын конкурстарда болам, әділқазылар арқасында. Жастар каверді күшті айтады. Иә. Анау Кристина Агилера дейміз ба, там Дуа Липа дейміз ба, там Хьюстон дейміз ба, Мирайке, бәрін сықитып айтып береді. Үнін келтіріп, әнін келтіріп, қазақша әнге келгенде бәрі қирайды. Неге дейсіз ба? Қазақша әнге білім керек. Қазақша әннің сөзін ұғынып, бойыңнан өткізіп барып жеткізуің керек. Олар бәрін ана ырғақпен бүйтіп келтіріп жібереді. Түрмен? Иә, мен айтам, сендер айтып тұрған әннің мағынасын біліп тұрсыңдар ма? Бұл ән өлеңмен жазылған қара сөзбенен үйлесімін тапқанда ғана ол ән болып шығып тұр ғой. Сен ақынның жүрегі мен композитордың жүрегін қайда жібердің? Сен сол екеуінің жүрегінің қосындысын сен ғой халыққа жеткізетін. Енді қазақ пен басқа эстраданың әннің менталитеті бөлек қой. Әрине әннің менталитеті бөлек. Сен қазір шетелдің бір ән алып сөзін қараш, сөзі түкті емес. Мен келе жатырым, мына көйлегім ұзын екен, сосын мен оны қысқартып алдым деген әңгімелер да. Ал біздің сөздер ше? Біздің сөздер дегеніңіз, мысалы, ескегіңді берші маған, мен есейін сен еспе, су күлкісі сыңғырлаған, сенің күлкің емес пе. Қызды көлге теңеп тұр, айға теңеп тұр, күлкісі сылырлаған суға теңеп тұр. Соның бәрі қарап отырса үлкен поэзия, оның өзі бір үлкен спектакль ғой. Әрбір ән, мен әнші балаларға айтамын. Әрбір қазақтың әні, бұл бір бөлек өмір дейсіз ғой. Бұл бөлек өмір, сол өмірді спектакль қылатын ән. Сен өзі саған клиптің қажеті жоқ, әнді тыңдап отырып, өзің елестетіп аласың. Сіз Найман елінен шыққансыз. Алайда сіздің ата-бабаңыз Ұлытау жағынан. Сонда Қызылорда қалай көштіңіз? Енді мен көшкен жоқпын, менің ата-бабам көшпеген ғой. Ол бұрынғы өткен заманда деп ертегі айтқандай, мен қазір орамалымды кішкене басыма тағып алмасам, күн дегеніңіз, миды дегенің кәдімгідей пісіріп жатыр ғой. Етіп кішкене былай жасап алайын. Да? Әтема. Осылай жасап алайын. Бұрынғы өткен заманда біздің әкемнің айтуынша қазақ жалпы көшпелі бол. Сол Ұлытаудан неге келеді? Сырдарияның жағасына келеді. Сырдарияның жағасы сулы жер, жаңағы мал жайғанға, неғанға, көбейткенге. Әйтеуір енді көшпелі қазақ жүретіні ғой осылай. Сол көшпелі қазақтар
көшпелі наймандар. Осы Сырдарияның жағасына келіп бір орналасқан кезде, енді көшеміз деп, Ұлытауға енді қайтамыз деп жатқан кезде, бір үлкен әкелері, ата ғой енді үлкен кісі, жоғалып кетеді екен. Тоғай аралап па, білмеймін, дария жағалап па, әйтеуір шыққан бойда жоғалып кетеді, соны іздейміз деп, оның денесін таппай кетпейміз деп, 24 үй қалып кеткен екен. Сөйтіп әкемнің айтуы бойынша Балталы Бағаналы деген біздің ата бабамыз осы жерде қалып, содан қазір Қызылорда өңіріндегі наймандардың бәрі менің туысқандар. Мені көбісі кіші жүздің қызы деп ойлайды. Енді шешем кіші жүздің жері ғой. Кіші жүздің жері. Жалпы Қызылордада бүкіл бүкіл ру бар. Көп ұлтты облыс қой біздің облысымыз. Негізі сіздің мінезіңіз, тік батылдығыңыз бар. Ол қабілеттеріңіз кімге тартқан? Шешеме тартқан болу керек. Шешеңізге ме? Менің анам айтып отыр, кіші жүздің кәдімгідей мінезді қызы. Мен айтам, әлемен Мәншүктің сестренкасы деп. Иә. Әкем өте салмақты. Шешем 100 сөйлегенде әкем бірақ сөйлеп, орнына қоятын. Жалпы мен ойлаймын, ер азаматтар аз сөйлеу керек. Тек көп қозғалу керек деп. Анам жаңағы өжет кісі болған. Иә. Ер мінезді. Мен шешемнің ондай екенін қайтқан кезде түсіндім. Шешем қайтқан кезде 89-ға келіп кетті шешем. Сол кезде бүкіл ауыл келіп көңіл айтты, сонда айтатын көп, самайын ақ түскен көп ағалардың өзі келіп, ой, апамыз еркек еді. Мені кезінде жұмысқа тұрғызып еді, маған кезінде көмектесіп еді, бір сөзді еді, ер мінезді еді, бар болсаң бар, жоқ болсаң кет әкеңнің аузына деп тұрып боқтап жіберетін. Ол кісінің боқтағаны бізге майдай жағатын. Өйткені ол кісінің тіпті ұрысқанның артында зіл болмайтын. Ол тіпті ұрысқанның өзінде де сен есіңді жи, сен үйіңе қара, не болса азамат бол, жұмысыңды жаса деп ұрсатын еді дейді. Ал біз білмейміз, ол мамамыз қызмет жасап жүргенде біз дегенің кішкентай бала болдық, оның жұмыста қандай екенін білмейміз. Бірақ біздің шешеміз үйде, ойбай шешеміз келетқанда біз дегенің ана айтатын, мен жұмыстан келгенде есіктің алдында көлденең шөп жатпасын дейді. Бұл Қызылорда ғой. Қазір сыпырсаң, қазір шөп шығып келеді бір жақтан. Біз мама келетқанша самаурында шай қайнап тұру керек, ана жерде тамақ пісіп тұру керек, есіктің алды тап-таза, прохладный, бәрі сондай болып тұру керек тұғын. Бастық мамаңыз. Иә, үйдің бастығы сол. Даже папам бүйтіп кетті, шешелерің келе жатыр дейді. Ал әкем аз сөйлейтін, бірақ әкемнің бір сөзі уже заң, сосын уже ол бір сөйлегенде уже өңменіңнен өтіп кетеді. Жаңа айтып жатсыз ғой, мамам қатты болған деп. Мамаң соның өзінде де бір сұхбатта сіз былай айттыңыз, мамам мені алтыным деп еркелетті де, және де бір өлеңіңіз бар бір бөлек. Мен енді үйдің кенжесімін. Иә. Тіпті әпкелерімнің өзі айтады. Мама біздің бәрімізді қырып салатын, осы жеңкаға ғана қол көтерген жоқ дейді. Иә. Өйткені мен кенжесі болдым, еркесі болдым. Мен есімді білгелі анамның әні құлағында. Ол кісі мені әндетіп тербетіп ұйықтататын, әндетіп тербетіп оятатын. Айтыңызшы сол әнді. Иә, сол теңіз болып толқыдыңда шалқыдың, айдынында шағалам болып қалқыдың, гүлім болып жайнап өстің жайлаудай, самал болып аймаладың алтыным, алтыным. Нағыз қызға айтатын өлең ғой. Иә, сол оның ішінде жұлдыз болып жарқырадың алтыным деген сөздері бар. Негізі құлақтан кіріп бойдалар әсем әнмен тәтті күй деп Абай атамыз айтпақшы. Сол менің анамның осы сыңғырлап айтқан әні менің құлағымнан кіріп, бойыма сіңіп, бүгінгі күні сол махаббатпен сол әнді айтып жүрмін мен. Кішкентай кезіңізде Жеңіс Ысқақова сахнада айтқан шығарсыз. Жоқ, олай ойнаған жоқпыз біз. Бірақ менің әпкем, Гүлнар әпкем, мені киіндіретін әдемі қылып, қуыршақ. Енді мен екі әпкемнің ойыншығы болдым ғой, таза тірі қуыршағы болдым. Сонда біреу менен 10 жас үлкен, біреу менен 8 жас үлкен. Мінезіңіз ашық.
енді сол мінез мына еркеліктің арқасында қалыптасты ғой деймін, өйткені бәрі сенің айтқаның істеп жатса, а дегенде бәрі махаббаттың ішінде өсіп, махаббатпен өсіп, сол бүкіл неңізді, капризіңізді көтеріп жатса, конечно, ашықта боласың, жарқында боласың, еркеде боласың. Сол Гүлнар әпкем мені киіндіріп қойып, айнаның алдына қаратып қойып, біздің Женка әнші, телевизордан өлең айтып жатыр дейді. Мен айнаға қарап тұрып, бүйтіп өлең айтатындығым. Сол кездегі менің ең алғашқы айтқан әнім бар ғой. Жігіттердің армияға кетіп бара жатқан кезде айтатын ән екен. Оны видимо үйде екі ағам болды ғой. Менің екі апам, сосын екі ағам, сонан кейін мен ғой. Сол екі ағам айтатын әнді айтқанмын ғой. Анашым, 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 мәпелеп өсірген баласын, 2 жыл 2 күндей болмайды. Армияға кетіп бара жатқан баланың әні екен ғой. Соны айтатындығым. Әлі күнге дейін күлемін ғой мен. Жаңағы әскерге кетіп бара жатқан балалардың әнін айттым деп. Қазақта мақал бар ғой, ұяда не көрсең, ұшқанда соны жасайсың деп. Құдай жанды. сәлеметсіз бе? Құдай, келе ғой. Жанима. Байла апа. Құдай, менің немерем сияқты балдар ғой мына. Кәні, Құдай. Кәні. Келе ғой, тұра ғой балапандар, бір-біріңді жауып қалмаңдар. Аяқ астынан фотосессия десең да. Балдар күлеміз, қолдарымызды бақытты болсын осы балдар. Еліміз аман бол осы балдар ертең. Ей жандарым сан. Жаңа сіз айтып жатсыз ғой, бала үйінде не көрген, соны өмірінде көрсетеді деп. Орысша поговорка сондай бар, ребенок учится тому, что видит у себя в дому деген. Да. Ал ұяда сіз өзіңіздің не үйрендіңіз? Не алдыңыз? Жалпы, мана әңгімеміздің басында айттым ғой, қазақтан асқан дана халық жоқ деп. Біздің әке-шешелеріміз дастарханның басында отырғанда әңгімесімен бізді уже тәрбиелеп отыратын. Балдарға сен андай бол, сен мындай бол, айтпайды ешкім. Ата-ана өзі қандай өмір сүреді, соны бала біледі. Сол дастарханның басындағы айтатын, дастарханның берекесін алмаңдар, дастарханның басында көп сөйлемеңдер. Күнің қалай басталса, таңың қалай басталса, күнің солай өтеді дейді. Біз дастарханның басында таңертеңгі аста, мысалы, менің әкем өзі ерте тұрып алады ғой. Бізде сағат 7-де күн шығады Қызылордада. Сол кезде айтады, ей, тұрыңдар, таңғы асқа тұрыңдар. Біз баламыз ғой, ұйықтағымыз келеді. Таңғы асқа тұрыңдар, күн шыққанға дейін өлген адам ғана жатады дейді. Атып тұрасың сол кезде. Сосын дастарханда бәрі болады. Қаймағың, наның. Менің шешем таңертең 8-де жұмысқа кетеді ғой, соған дейін таңертең менің шешемнің отында нан пісіп жатады, самаурында шай қайнап жатады, күбіде айран пісіліп, жаңа свежий айран мен май, жаңа піскен нан, ыстық нан мен май, шай, ол таңертең уже бәрі жасалып тұратын. Соның бәрін шешем үлгеретін. 5 баламыз біз. Сонда таңертең тәрбиенің барлығы сол таңертеңгі таңғы астан басталатын. Сіз де қазір солай жасайсыз? Әрине, мен айтам, таңғы асың берекелі болу керек, мол болу керек, балалардың көзі тойып тұру керек. Ал сіз балаларды қалай тәрбиелейсіз? Мен олар тәрбиелеген жоқпын. Мен сол әкемнен, шешемнен көрген дастарханды жасадым. Әкемнен, шешемнен көрген сол әңгімелерімді айттым. Әрдайым айтатын, оқысаң өзің үшін, оқымасаң тағы өзің үшін. Баға үшін оқымайық қой, өтірік бағаменен. Сен білім үшін оқы. Оның үстіне айтатындары, қыз балаға көп тиым салатын. Менің әкем қыз балаға бетіне қарап сөйлемеген. Қыз баланы менің әкем тек еркелетіп өсірген. Төрге отырғызу, оның ішінде мен королева болғанмын ғой үйде. Менің айтқаным заң. Тіпті әпкелерім айтады ғой, бірдеңені бүлдіріп алсақ, шешеміз ұрыспасын деп женка бүлдірді дейміз, сол кезде өтіп кететінбіз деп. Сондықтан да енді оның бәрін білгеннен кейін сен жынды емессің ғой, оған құтыра беретін. Мен балаларыма сол әкемнен үйренген, шешемнен естіген, солардың өмір салтын мен өзім балаларыма үйретіп отырмын. Қазір келініме де айтатын, таңертеңді аста, таңға дейін жүріп келсең де бәріміз бірге отырып ішейік. Бір-біріміздің бетімізді көрейік. Күнімізге бір-бірімізге сәттілік тілейік. Қазір Алматы. Бұл Алматыға көшеге бір шықсаң кешке дейін, ана пробкіден, ана жерде шаруаң бар, мына жерде шаруаң, кешке дейін өлейін деп бірақ келесің. Сол кезде мен айтатыным, таңертеңгі аста бас қосып бір бетімізге көріп алайық, бір-бірімізге сәттілік тілейік. Дастарханымыз мол болсын.
Аллаға осы күнге шүкіршілік жасайық. Осы көрсеткен дастарханға берген нанына аман есен көзімізді ашып тұрғанымызға шүкіршілік жасап, әрқайсымыз өз жұмысымызға шығайық. Сосын кешкісін келгенде қалай амансың ба, аман есен келдің бе? Күнің жақсы өтті ме? Болды. Адамның кішкене бір сөзі, бір внимание. Иә. Даладан келгенде, мен тіпті балам кіргенде де, келінім кіргенде де, күйеуім даладан кіргенде, мен олардың қандай көңіл күймен келатқанын білемін. Жұмысында, мен айтам, көңіл күйің жоқ. Осындай деп мен айтам. Басың аман ба? Қалғанның бәрі шешілетін дүние. Өзімнің қатты кеткен жерім білсем, мен кешірім сұраймын, онда тұрған ештеңе жоқ. Ашумен адам айтпайтын нәрсені айтып қояды. Иә, менің сұраған себебім, қазіргі кезде мен байқасам, осы бауырлардың арасында осындай баяғыда шешем айтатын, ойпырмай, мына заман не болып баратыр дегенде әкем айтатын, заман жақсы, адам бұзылып баратыр деп. Кейбір ағалар аға екенін ұмытып кетіп жатыр. Кейбір інілер іні екенін ұмытып кетіп жатыр. Іні деген ағаға қарсы шықпаған еш уақытта. Бұл адамды құртатын жан-жақтағы информация. Біз тағы да айтам, дәстүрімізден алыстасақ біз, жалпы қазақ дәстүрінен алыстаған сайын ол қасиетін жоғалтып бастайды. Сондықтан да біз отбасымызда сол қазақтың дәстүрін, қазақтың бір жаңағы тәрбиесінің өзі үлкен мәдениет. Біз кішкентай кезімізде жаңағы апамыз, інім, ағаларымды ұрып атқан кезде, мысалы үшін, бір сөз қайтарған үшін одан сайын таяқ жеп тастады. Бізде үлкенге қарап сөйлемеу керек. Ал үлкен кішіні де алаңсыз басып, оны жаңағыдай унижать етпеу керек та, негізінде. Кеше ғана мен өзім сіңлімен сөйлескен кезде, ол айтады, мен баламды осы биыл 1-ші сыныпқа берем. Орыс мектебіне берем, себебі қазақ мектептерде апайлар қатты сөйлейді. Бақырып сөйлейді, кішкене басып сөйлейді да баланы, соны маған ұнамай жатыр. Қазіргі қазақтың тәрбиесі мүлдем өзгеріп кетті. Жаңа сіз басқаша айтып жатсыз ғой, біздің қазақтың рухы дегендей. Сол ғой. Енді бәріне топырақ шашпаймын. Мен де кейде әлеуметтік желіге қарап қоям, сол кезде тәртіпсіз мұғалімдердің өзін көріп жатам. Өзіңіз айтпақшы, дөрекі сөйлеу деген. Жалпы мектепте қазіргі заманда тұрмыстық жағдай, әлеуметтік желі адамның бәрінің психологиясында ойынды бәрін өзгертіп тастаған. Сондықтан да мектепке мұғалімдердің өзіне бір психолог керек деймін де. Оларды жұмысқа баратын кезде сен болашақ біреудің баласын емес, сен болашақ біздің қоғамды, біздің мемлекетіміздің болашақ ұрпағын, біздің ұлтымызды ұрпағын оқытуға бара жатсың. Сол кезде сен кішкене тіліңе де, эмоцияңа да абай бол деп, ие бол деп айту керек та. Әрине оның бәрі. Мысалы, біздің заманымызда қазір тіпті ұстаздарды сыйламайды оқушылар. Ал біз кезімізде бізге ұстаз Құдаймен тең болатын. Ол ұстаз бізге дұрыс қарамаса демаса, әке-шешеңе айтам сені десе бітті, біз ана жерде ұйықтамайтын тұғымыз. Ал қазір әке-шешесіне келіп айтса, сен менің балама неге дұрыс қарамайсың дейді, сен бірінші баланың тәрбиесін қараса. Бұл жерде бүкіл мұғалімдерге балалардың тәрбиесін беріп қоюға болмайды. Бала үйден тәрбие алу керек. Үйден алатын үйден алу керек, мектептен алатын мектепте алу керек. Сонда жаңа өзіңіз айтып жатсыз қазақ тәрбие туралы да, соның шегі бар ма? Енді әр нәрсенің шегі бар ғой. Ол тәрбиенің де әрбір нәрсені шектеу қоймасаң, ол болмайды ғой. Сол шектеу болмағандықтан да жаңағыдай тәртіпсіздіктің жаңағы бой алып жатқаны. Әр нәрсенің шегі болу керек. Мысалы, жаңа тәрбиеде айтып отырық қой жаңағыдай. Үлкенге құрмет, кішіге ізет. Ұстазға құрмет. Сен балаларға да сөйлегенде, мысалы, білім алам деп келіп тұрған баланың, сен ол білмей қалған жерінде оған тек қана дөрекі сөйлеп, сен топассың десе, оған болмайды ғой. Мен де ұстазбын. Менің де шәкірттерім бар. Сол шәкірттерім бірдеңе болмай жатқан кезде, мен айтам, сен мықтысың ғой, сен таланттысың ғой. Қалай сенде мынау болмауы мүмкін емес? Сен бұны істей аласың. Сізде еврейская школа воспитания деген. Мен наймамын ғой. Сіз білесіз ба? Білесіз ғой, олар? Біздің әкеміз айтатын, бір айтқанда түсінбесе, екі айтқанда түсінбесе, сен ешек емессің ғой деп.
мал әкеш малға да чу деп бір айтасың, екінші рет чу дегенде ол сол жаққа бағыт алады ғой. Иә. Сол кезде сен ойлайсың, қойшы, мен малдан биікпін ғой дейсің да. Элементарно да. Олар бір салыстырмалы түрде жаңағы сөзді сүйектен өткізіп, бір-екі сөзбен ғана бізді орнымызға қоятын. Қазір кешке дейін бақша етіп жатқан кейбір мұғалімді де ата-ананы да бала тыңдамайды. Негізі баладан көрмеу керек қой. Ол бала сол үшін бала ғой. Енді үлкендерден қарау керек. Баланы бесіктен тәрбиелеу керек қой, бесіктен. Оны ата-ана тәрбиелеу керек. Ата-ана оны тәрбиелегенде, ата-ана өзі дұрыс өмір сүру керек. Бір-біріне деген құрметті көрсету керек. Әкелері өзінің міндетін атқару керек, аналары өз міндетін атқару керек. Даладан келгенде, мен сендерді асыраймын деп, тамақтарың тамамын деп, жұмыстап шаршап келдім, ауыздарың жабыңдар, ұйықтаңдар дейді. Мысал үшін, көкем, ол сен балаң ғой. Сен өлейін деп тұрсаң да кеп күліп маңдайынан сипап, балам, қалайсың? Ол бірден айтса, алтыным, сен ақылың бар ғой, мен кішкене шаршап тұрмын. Демалып алайын, сосын сөйлесеміз десе, ол бала түсінеді ғой. Басымда тұрмай, кетші бар дейді қазір. Бәленің бәрі ата-анадан келіп тұр ғой сонда. Ол да ана бала да ертең сондай ата-ана болады ғой сосын. Біз әкеміз қақып тастайтын, мен де сені қақып тастаймын деп. Сол, бұл өте үлкен тақырып. Баланы бесіктен тәрбиелеу керек. Әрбір тәрбие отбасынан. Әрбір отбасы бұл кіші мемлекет. Сол кіші мемлекеттің тәртібі, мәдениеті, білімі барлығы дұрыс болған кезде мектепке баратын баланың да көзі ашық, санасы бұзылмаған, сондай бір мақсатқа, бір арманға, сондай бір ертең мен оқып осында керемет болам деп баратын бір сондай сезіммен баратындай бала болады. Ал мектепке, қоршыш бала, мектепке бару керек, барып қайта салайыншы, күнімді түсіп қайтайыншы бе емес. Мен мектепке барғанда, мен ана математиканы үйреніп келсем, тіл әдебиетін үйреніп келсем екен, мен тіл үйренсем екен, мен бүгін ана баламен дос боламын, сонымен күшті ойнасам екен, немесе мен бүгін ана апайымнан күшті информация аламын ғой деген сияқты болу керек та. Балалар мектепке уақыт өткізу үшін барады көбісі қазір. 40 бала оқыса бір мектепте, бір класста, соның 4-еуі ғана бір мақсат бар шығар, білмеймін мен қазір, шынымды айтсам. Сіздің дипломыңыз тракторшы машинист. Ол менің алғашқы дипломым. Иә, алғашқы дипломыңыз. Ал және де бір сұхбатта мен тергеуші болам ба деп армандап жүрдім деп айтыпсыз. Мен егер де әнші болмасам, тергеуші болар едім. Иә. Бірақ енді Алланың берген бұл кішкентай өнері, ол мені әнші қылды. Жарайды, сахнаға сіздің жолыңызды кім ашқан сонда? Тереңөзекте біздің ауданда Рамазан Тайманов деген композитор ағамыз бар, талай біздің әншілердің ұстазы. Сол Рамазан Тайманов ауылда ансамбль ашып жатқан кезде мен айттым, жоқ, мен сол ансамбльдің әншісі боламын деп. Сіз ол кезде 15 жассыз. Мен 15 жасамын ол кезде. Музыкалық училищені тастап, Рамазанның эстрадный ансамблі үшін профтех училищеге түстім. Иә. Сөйтіп 3 жыл сол Рамазанның қарамағында ән айттым. Сол 3 жылдың ішінде мен бүкіл өзімнің ауданымды, күрішшілерін, Қызылорда облысының жан-жағын, Қызылорда қаласында болатын талай шараларда ән айтып, мен уже Қызылордаға белгілі әнші болдым. Енді бір қызықты қараңыз. Рамазан жетектеп жүріп, сен мынаны айттым деп әнді айтқызады. Ал менің анам жиналыстарға бірдеме барған кезде ән айтамыз ғой. Сол кезде келіп папам айтады, сен неге бармадың бүгін жиналысқа? Біздің қыз ән айтты. Сосын ана ауданның бірінші хатшысы маған рахмет айтты дейді. Ол кезде біздің ауданның бірінші хатшысы бір көшенің бойында тұрамыз. Нәліқожа Ергешбаев деген атамыз болған. Ол кісі мені кішкентай кезімнен Қызылорданың құрмет деген бір азаматты. Қоғам қайраткері ғой. Кішкентай кезімнен әнші. Ол кісі айтады, ана Ысқақованы кеттік, Қызылордада слет болады, сабан той болады, алып кеттік. Сосын Алмагүл Божанова деген апам. Сосын Айсина, Дина апамыз. Осы кісілер мені кішкентай кезімнен әнші болуыма, әншілігімді көріп, сенім артып, сахнаға жолдама беріп, ақырында мынандай қызық болды. Қызылорданы енді мойындатқызып, әрі қарай арманымыз телевизордан шығу ғой. Әкем айтатын, мен қызымды тек телевизордан ғана көрем деп. Сөйтіп, сол әкенің арманын орындау керек қой енді. Енді қайтып республикаға барамыз деп жүргенде Бауыржан Шукенов
Батырханның ағасы ол кезде осы қаладағы мәдениет несінде департаментінде сені біз республиканский конкурсқа жібереміз, сол жақта оқитын оқу орындарына ұстаздар келіп алады, сол кезде сен эстрада студиясына бар, Лакеке Соғылуға бар деп маған ақылын айтып, Бауыржан Шукенов мені жолыңызды ашты. неге жолдама беріп Алматыға жібереді. Сол Алматыда республиканский конкурсты жеңіп, эстрада студиясына оқуға түсіп, екінші курста мен уже Гүлдер ансамбльде жұмыс істедім. Енді қызықты қараңыз, Гүлдер ансамбліменен мен қайтып буквально бір 2 жылда Қызылордаға гастрольмен келемін ғой. Сол кездегі менің ауылымның қуанғанын көрсеңіз. Бүкіл бірінші хатшыдан бастап қарсы алып, Гүлдер ансамблінің ол кездегі 87 жылы нағыз осы пик Гүлдер ансамблі десе бүкіл қазақ сол концертке баратын. Ол кезде Мақпал бар. Ансамбльде Розарынбай болған жоқ. Бізде ең үлкені Мақпал болды, Айжан, Гүлнара, Майра Нұркенова, Сенбек Жұмағалиев, Бақтияр Талиқбаев, солардың барлығы мен сондай жұлдыздардың қатарында мен ауылға концертпен келгенде, ол бір үлкен бір событие болған болатын. Содан кейін Гүлдер ансамблінде жүрмін ғой енді. Күндердің күнінде мен уже өсіп қалдым, уже 7-8 жыл Гүлдерде жұмыс жасап жүрмін. Шымкентке гастрольге барамыз ғой. Сөйтіп Гүлдер деген андай жазылып тұрады автобустың сыртында. Содан бір қызық жағдай ғой енді. Сөйтсе автобуста отырсам, музыканттарға айтады, жеңіс сені папаңыз деп жүр дейді. Мен айттым, қойыңдар құрсын, мен папам баяғыда өліп қалған. Папам қайтыс болып кетті ғой. Сол кездерде сөйтсем, білмеймін, мына Гүлдер ансамблінің коллективі ма, ішінде менің қызым бар деп бір ұзын, здоровый бір кісі точно сенің папаң дейді. Біз бикпін ғой. Ауылдың бір ағаларым шығар деп шықсам, Нәлғожа Ергешбаев көкем ол кезде уже пенсияда, қоғам қайраткері, сол бір Шымкентте бір шараларда бір көріп қалған ба автобусты, сөйтсе, осы жерде менің қызым бар еді деп келіп, көріп, жағдайымды сұрап, маңдайымнан сипап, сөйтіп батасын беріп жіберіп еді. Қазақ халқында бар ғой, жерлестер бір-бірін тартады. Мысалы, қызылордалықтардың арасында танымал адамдар Батырхан Шүкенов, Жеңіс Сейдолла, Ғани Күлжанов, Мадина Ералиева, солармен бір сахнада өнер көрсеттіңіз, кіммен тағы араласып тұрсыз? Біздің әріптестеріміз бар ғой, басқа облыстан, Шымкенттен, Астанадан, мысалы Қарағандыдан, Атырау жақтан, Запыттан, сол әріптестер айтады ғой, жалпы мына қызылордалықтар сендер бәлесіңдер, бір-біріңді тартып, бір-біріңе сондай бауырмалсыңдар деп. Мен айтамын, ол тағы да біздің үлкен мәдениетіміз, біздің үлкен тәрбиеміз. Тағы да осы туған жерден алған. Бағана айттым ғой, Батырхан Шукеновпен жатақханада бірге тұрдық. Олар ол кезде енді жаңағы Арай группасы болып құрылып жатқан кезде, Арайға енді келіп жатқанда Батырхан Астуы деп бөлініп жатқан кезде Арайдан. Көп тұрған жоқ ол кісі, бірақ дегенмен де көрген жерде әрдайым сестренка деп келіп жаңағыдай бірінші өзі келіп амандасатын. Бізде солай ғой, қызға құрмет бөлек. Біздің жақта қыздың жолы жіңішке, қыз төрге шықсын, қызға құрмет деп солай айтып жатады. Сондай бізде Батырхан осы тіпті біреулер Батырханның қасына барып суретке түсе алмай тұрған кезде, мысалға қасындағы администраторлар жібермейді ғой оны. Сол кезде мен астан көріп қалса, тұра, это сестренка моя деп келіп амандасып кететін. Енді бағана айттым ғой, мені сол Алматыға жолдама берген Бауыржан Шукенов деп. Сонда кейде бір айтып қалатын, сен что-то ағаңмен қараласпай кеттің ғой. Сен кім саған жолдама берген ұмытпа деп маған. Мен айтым, ойбай, никогда деп. Еш уақытта ұмытпаймын деп. Енді Жеңіс Сейдолламен Аллаға шүкір осы күнге дейін шығармашылық байланыстамыз. Уже бір туғандай болып кеттік. Ғани Құлжанов, Дүйсенхан Сыздықов бар Жаңақорғандағы. Құдайберген Бекішев, сестренка, малышка деп ол да звондап тұрады. Ал жастармен ше? Жастармен де өте жақсы байланыстамын. Енді мен үшін Гүлнұр Оразымбетова, Мадина Садвакасова әлі кішкентай сияқты. Өйткені мен олардан республиканский конкурстарды өзім жюри болып, ана біздің Қызылорданың қыздары, Гүлнұр деген қандай әдемі, сондай бойы десе бойы бар, түр десе түрі бар, нәзіктігімен, дауысымен. Ана Мадина көзі бақырайып, өзінің бір әдемі еркелігімен, сүйкімділігімен әлі кішкентай сияқты маған. Сол кейде айтам ғой, жаным кішкентай ғана десем, қойыңызшы, жәке, мен уже
50-ге келемін ғой, мен уже 45-темін ғой деді. Мен айтамын, кетші сен маған әлі 18-десің деп. Сол сияқты біздің апалық, сіңілілік, сондай сыйластық болу керек, и сондай бар да. Енді одан кейінгілерін мен естіп атам, анау да Қызылорданың қызы екен, мынау да Қызылорданың қызы екен деп. Бірақ енді олармен әлі былай бір сахналарда кездеспей жатқан жоқпын. Өйткені олардың жүретін сахнасы бөлек, біздің жүретін сахнамыз бөлек. Ол кездесіп жатса, оларды бір тәрбиеге салып беруіміз керек. Серік Ибрагимов сондай өте бір тәртіпті, тәрбиелі, өте жақсы бала. Алмас Кішкенбаев. Олардың бәрін көрсем, мен өзімнің бауырларымды көргендей боламын. Ол солайда. Өйткені біз қарым-қатынасты, сыйластықты көрсетуіміз керек. Ал Төреғали Төреәлидің феномені қалай? Ол енді бөлек әлем. Ол арқасы бар жігіт. Ал арқасы бар жігіт, ол қалай бар, солай айтады. Я жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяқ жоқ. Бірақ дегенмен оның өнері таразыда барлығын көтеріп кетеді. Мен оны өзім жақсы көремін, сыйлаймын. Батыр бала. Және де ол көлгірсімейді. Бірақ халық оны қазір қабылдамай жатыр ғой. Қабылдайды ол. Ашу қайтады, әні әдемі. Ол жалпы өзі жақсы бала. Тек бір еркелігі бар, енді арқасы ұстап қалады. Енді ол мысалы үшін бұндай Төреғалидың бойындағы жаңағы халық айтып атқан ой құтырып кетті, өйтіп кетті, бүйтіп кетті дегендер бұрынғы бізге дейінгі аға буын әншілерде де болған шығар. Иә. Олар да бекер адам емес. Просто әлеуметтік желі деген құртады бізде. Бұрын жасалынған бір қателік, не бір сүрінген моментті сол 2000 халық көріп сол жерде қалса, қазір оны түсіріп алып бүкіл әлемге тарқатады. Иә. Жалпы менің айтатыным, біз барында бағалауымыз керек. Ал егерде ол бала қателесіп жатса, я көргенде айтамыз, балам, бауырым, өшірде сен кішкене тізгініңді тартып жүрсейші. Сіз айтасыз ба? Мен айтам. Біреуге айтатын ондай опытыңыз болды ма екен? Мен бәрін айтам. Не деп айтасыз? Мен бәрін айтам. Жоқ, егер де қателесіп жатса, сен кішкене не қылып жүрсейші. Үй артында кісі бар. Сенің еркелігіңді осы жерге жасашы бізге. Анаяққа барғанда түзу жүр. Біз сенің еркелігіңді көтеретін ағаларың бар, апаларың бар, осы жерге жүрші, еркелеп. Ал жарайды, Төреғалиді алып тастай қал. Сонда не болады? Оның әні, оның өнері, оның осы күнге жасаған еңбегі, ән шығарып жүректен, оны жүректерге жеткізу, ол көрінгеннің қолынан келе бермейді. Төреғалиді айтсақ, Қайрат Нұртас есіңізге келеді, иә? Бірақ та екеуінің жолы бөлек сияқты. Әрине, екеуінің бағыты да бөлек. Бағы да бөлек. Жолы да бөлек. Иә, және де Енді Қайратты да иттей қалып жатыр кезінде, мысалы үшін, ол да бір шатасып қалған екен. Кім шатаспайды, кім сүрінбейді? Періште емес қой ешкім. Қайратты өте мәдениетті бала. иә. Өте жақсы бала. Алайда біреу әлі күнге дейін үздіктердің қатарында. Ал біреусі қазір сахнада көрінбейді. Кім көрінбейді? Төреәлі мысалы. Көргісі келмейтіндер көрмейтін шығар. Көргісі келетіндер көреді. Сонда сахна еркелікті кешіреді деп ойлайсыз ба? Сахна киелі. Сахна сен өнерсіз болсаң, сен қолыңнан түк келмесе, ол өнер сахна өзі шығарып тастайды. Ал еркелікті көрермен, жанашыр өзі кешіріп алады. Өзі ақтап алады. Бұл жер Қызылорданың көрнекті жері. Иә. Қорқыт ата Сырдария бойында дүниеге келген дейді ғой. Енді өстіп Сырдарияның жағалауына келіп орныққан ғой. Ол енді үлкен аңыз, бәріне белгілі. Иә, содан мәңгі өмір тек өнерінде деген ойға келіп, қобыз аспабын ойлап шығарыпты. Бұл жерде сұхбат жазуымыз тегін емес деп ойлаймын. Әрине, жалпы сыр елі, жыр елі, бұл Қорқыт атамыздың қобызы, бұл әлемдегі струналық инструменттердің атасы қобыз. Иә. Сол қобызды біздің Қорқыт ата шығарған. Және де бұл қобыздың үні мәңгілік.
1992 жылда сізде «Мен білмеймін» деген әніңіз шықты. Иә. Репертуарыңыздағы ол алғашқы және үлкендердің бірі, әннің бірі. Алғашқы Хит болған, иә. Дегенмен қызық сол жерде «Мен білмеймін» дегенде сіз махаббатыңызды кездестірдіңіз. Жоқ, махаббатты сол 92 жылы кездестірдім. Соны айтам. Мен білмеймін деп әнді айтып, мен білемін дегендей болдыңыз. Қалай құбылады мына күн, қалай құбылса да шыдадым, сырласайық оңашада шырағым. Мен білмеймін деген әннің авторы Жанболат Кенжекеев, қазір өкінішке орай өмірден өтіп кетті. Сол 92 жылы Жас қанатқа алып шыққан болатын сол әнді. Сол әнді тыңдадым да, мынау менің әнім деп, кәдімгідей одан алып алғанмын. Иә. Сөйтіп, осы әнді маған қатты ұнады, Мұқағалидың өлеңіне жазылған. Сөйтіп, біз алғашқы рет оған бейнебаян түсірдік, жолдасымыз екеуміз. Сол кезде, ол 93 жылы бейнебаян түсірдік. 93-тің тамыз айында, сол кезде біздің үлкеніміз 3 айлық. Коляскіде, біз екеуміз сахнада бүйтіп жүргенде, коляскада жерде бала жылап атқанын келіп. Ол біздің бір өмірімізде де, отбасымызда да, өнерімізде де ең бір алғашқы сондай тарихи ән десе де болады. Күйіңіз халқына жиі шық деп айтады екен сізге. Сол жас кезімізде айтатын, иә. Енді мен әнші болған менде, мен бірінші анамын ғой. Иә. Өйткені менің әкем кішкентай кезімде мен әнші боламын деген кезде біреулер, ой, әнші деген ол отбасы болмайды, әнші деген ол уақытша дүние деген сияқты бір сенімсіздік маған не қылды да, сенімсіздікпен қарады. Сол кезде менің әкем айтқан, менің қызымда отбасы да болады, сахнасы да болады деп. Батасын беріп кеткен ғой енді маған. Сондықтан да енді ана бала болғасын, үйдің тірлігі бар, кейде бір үлгірмей қаласын. Ер азамат ол таңертең жұмысқа кетіп, кешке келеді, ол ойлайды, кешке дейін сен үйде не істеп отырсың деген сияқты әңгіме ғой. Сондай кезде айтатын, Исқақ, сен отырып қалдың ғой. Ешкім сені шақырмай қойды ғой. Иә. Сен давай өзің ізден, өзің бар екеніңді хабарлап қой деп. Солай деп айтатын. Сол кезде енді кішкене балама дұрыстап қарайын, отбасымды дұрыстап ұстайын. Енді отбасының фундаменті сол пысымыласы алғашқы 10 жылда ғой. Сол жылдары 92 жылы отбасын құрдық, 93 жылы балалы болдық. Сол кезде жаңа ән, сол заман менің өмірімнің жаңа белесі басталды. Бір жағымда отбасы, бір жағымда өнерім. Сол қос қанатым, өнерім мен отбасым маған шабыт беріп, алға қарай ұмтылуыма стимул берген менің жаңа белесім, жаңа өмірім 92 жылдан басталды. Мен күйеуімді ЗАГСқа өзім апардым дегенсіз. Ол негізі батылдық па, жоқ, жастық екен. Қатты күйеуге тегім келген болар дейді. Дұрыс қой, жалпы менің түсінігімде мынау жастар қосылып жатады ғой. Жігіттер ойлайды да, ой, мен таңдаған келіншегім деп. Менің ойымша үйленуге алып баратын әрдайым әйелдер. Өйткені әйелдер осы жігіт менің өмірлік серігім болады деген сенім болған кезде әйелдер өздері қатты жұмыс жасайды сол жігітке күйеуге шығу үшін. Мысалы қыз қарамай қойса, қойшы мен саған тимеймін десе, жігіт бір барады, екі барады, қойшы әлде қандай болмай, сеннен басқа қыз жоқ дейсің бе деп кетіп қала салады да. Бұл жерде таңдау әрдайым әйелден болады деп мен өзім ойлаймын. Сол сияқты менің де таңдауым менің жолдасым болды. Және де ер азаматтар әрдайым кішкене сенімсіздеу болады ғой. Жалпы ер азаматтар үйленуге кейбіреулер қорқатын да сияқты ше. Тем более мен сияқты әйелден өзім. Бұл бір жерден батырлық деп ойлаймын, шешім қабылдау, өмірлік сенің серігіңді өзің таңдап, өзің сол тағдырға. Жолдасыңыз екеуіңіз екі бөлек әлем сияқтысыз, сіз өнер саласында, ол спортта. Жоқ, біз бір әлемдеміз. Неге деймін ба? Неге? Неге дейсіз ба? Спорт пен өнер егіз дейді ғой. Спортта бұл өнердің бір түрі, біріншіден. Екіншіден, менің жолдасымның отбасында әпкелері ән айтады. Тіпті Ағалтын Қайынбекем, Бекболатова, Ағалтын Бекболатова, ол кәдімгідей опера әншісі. Сондықтан да бұл отбасында өнер жаңалық емес. Өнерлі адам жаңалық емес. Сосын және де өнерді бағалай алатын,
өнерді қабылдай алатын отбасы. Менің жолдасыммен әңгіме айтқанда өте қызық. Біз кейде шай ішіп отырып, бір жұмысқа асығып отырмыз, бірақ әңгіме бір басталып кетеді. Жан-жақты әңгіме айтқанда, өнер болсын, спорт болсын, медицина болсын, жалпы әлемдегі болып жатқан жағдайлар, оқиғалар бәрін біз әңгімелескен кезде, әңгімеміз бір шығып кетеді. Мен айтамын, осындай уақытты қыз кезде әңгімеде тәтті болып қалады деп, сөйтіп шайдан тұратын кездеріміз болады біздің. Негізі әйел мен күйеуінің арасында осындай жақын қарым-қатынас болған қандай жақсы? Отбасының құндылықтарымен тек сол балдардың тәрбиесі, проблемалар туралы айтпаймыз керек. Біз жалпы отбасы болғасын, көзің ашық, білімді адам болғаннан кейін ол жан-жақты біз әңгіме етеміз, салыстырамыз, саяхаттағанды жақсы көреміз. Сол кейде болады, әр елдің дәстүрін айтасың, мәдениетін айтасың, сол елде болған бір қызықтарыңды айтасың, әйтеуір өткен өміріңдегі бір қызық жағдайларды айтасың, сонымен бір әңгіме қызық болады өзі. Негізі спортшылар көп сөйлемейтін сияқты. Менің де жолдасым негізі көп сөйлемейді, бірақ бір сөйлесе жақсы сөйлейді. Қызық. Қызық, иә. Әңгімесі қызық. Екеулеріңіздің тіл табыспай кездеріңіз бола ма екен? Ой, ол семья болғасын, ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды. Ой, біз керемет, біз таңертеңнен кешке дейін махаббатпыз, оның бәрі өтірік. Біздің де келіспейтін кездеріміз болады. Кейде бір-бірімізді тіпті сойып салғың келіп тұратын кез болады десең де. Ол адамның ашуы келгенде. Бірақ көбіне эмоция мен жақтан шығады. Бұрын жолдасымен қатты ашулағанда бетіме қарап та бұрылып кетіп қалатын. Ол білет та маған уже бесполезно что-то говорить. Вот это, мына аш бәледен қаш бәле деп кетіп қалатын. Кейін мен өзімнің ашуым қайтқаннан кейін бір есімді жиған кезде барып кешірші мені деймін. Осы жерде мен қатты кетіп қалдым. Енді сен де сол осы жерде мені оталдырмай, сенікі дұрыс деп кетсең жақсы болар еді. Сен мені алдыңда оталдырып кеттің деген сияқты. Онда мен үндемей жүрмін ғой, мен такие үндемеймін ғой дейді. Сен үндемей құртасың ғой деймін да. Енді ол семья болғасын. Мынау адам ерлі-зайыптылардың арасында ұрыс-керістен кейін махаббат күшті болады негізінде. Иә. Содан сіз жолдасыңыздың алдында кішірейсіз ба? Әрдайым мен кіші тұрам. Мысалы бізде жұрттың бәрі ойлайды, мен былай сыртта батыр болғанымен, мен үйде қарапайым қатынмын. Мен әрдайым жолдасымнан рұқсат сұраймын. Әрдайым тіпті үлкен отбасымызға байланысты бір жағдайлардың бәрін соңғы сөзін жолдасым айтады. Мен ойымды айтам, ол ойын айтады. Түйіндей келе әйтеуір бір мәмілеге келеміз. Жалпы әрдайым біз төмен тұрамыз. Ол әйел мен төмендеткен емес, қазір көп жастар ойлауы мүмкін. Сіздердің баяғы қазақша менталитет, қазақша менталитеттің арқасында біз дәстүрімізбен, сыйласуымызбенен, өзіміздің шыдамдылығымызбенен отбасы құндылықтарын сақтап қалып отырмыз. Егер де қазақта ол шалқайғанда мен шалқайсам, онда не болды? Балалар қайда қалды? Менің сұраған себебім, ер азаматтар, әйелдер сахнада жүрген қабылдамайды ғой көбінесе. Енді ол маған о баста үйленіп жатқан кезде менің кім екенімді білді ғой. Сосын тағы да айтам, ол өзі өнерлі семьяның азаматы. Өнерлі семьядан туылғандықтан ол өнерге көзқарасы да дұрыс, және де ол еш уақытта менің қолымнан қаққан емес. Сондықтан да болар жұрттың ойлайтыны, ой, мынау жеңістек, сен тұр, мен айтайын, үйінде де сондай шығар деп. Жоқ. Біз үйімізде бәріміз отбасына, отағасына қараймыз. Бәрібір халықтың алдында жүрген әйелге отбасын сақтап қалу қиын. Өте қиын. Оған бізге шыдамдылық керек, және де оған тағы да білім керек деп ойлаймын. Кітаптың білімі емес, ол өмірдің білімі. Ол біздің ата-бабамыздан қалған дәстүрді білуіміз керек. Отбасы құндылығындағы ережелерді білуіміз керек. Орнымызды білуіміз керек. Оның бәрін алып жүру оңай дүние емес, және де көп жігіттер қызғанышпен әйелдеріне қол көтеріп, анау саған қарап қойды, саған бүйтіп қойды. Сен сахнада тұрғасын, саған қарау үшін тұрсың ғой сен сахна, әнін тыңдату үшін. Мысалы, ол маған қарап отырған тыңдарман, ол ер азамат па, әйел ма, олар мынау әйел жеңіске қарап отырған жоқ қой, ол әнші жеңіске қарап отырған. Ол менің әнімді тыңдап отыр. Ол менің сырт келбетім, ол менің образым.
Мен сол әнді орындап тұрғанда мен сол образда тұрмын. Сол образды ұнатып тыңдатып қарап отыр. Ал ол ішке де жеңіс, ол үйдегі ана жеңіс, әйел жеңіс, бала жеңіс, әже жеңіс, қарындас жеңіс, қыз жеңіс. Бәрібір шығармашылықта жүрген әйелдердің мінездері, қылықтары да кішкене бөлек болады ғой. Жолдастары да көп, жиналыстары да көп. Соған шыдайтын еркектің де... Енді оғанда түсіндіру керек қой. Білімді жігіт, жалпы өзіне сенімді еркектер әйелін қызғанбайды ғой. Әйелдер де сол. Ол қызғаныш деген ол өзіңе деген сенімсіздік. Ол сен қызғанба, егерде ол еркек кетем десе, ол кетеді де қалады. Әйел кетем десе, кетеді де қалады. Ал саған сенім артып тұрса, жалпы ол ерлі-зайыптың арасындағы да емес, достықтың да арасында, сыйластықтың да арасында саған біреу сенім артып тұрма, сен ол сенімді қалай жоясың, қалай ол сенімнен сен аттап кетесің. Сізге мықты әйел деген анықтама жиі айтылады, бірақ мықты әйел деген кім екен? Мықты әйел деген бүгінгі біздің қоғамдағы барлық аналар деп айтар еді. Ол жалғыз бір әйелге арналған ән емес. Бұл жалпы әрбір қазақтың қызымен о бастан, анау Дина апаларымыздан бастап, Томиристен бастап бәрі мықты болған. Мінезі қандай болу керек? Мықты әйел мінезімен емес, мықты әйел шыдамдылығымен мықты болу керек. Жасаған ісімен мықты болу керек. Ал егерде қазақтың әйелі ешқандай да бір жетістікке қолы жеткізбесе, отбасын дұрыс алып жүрмесе, ол мықты әйел болмайды. Қоғамдағы жұмысын атқарып, отбасындағы аналық жұмысын атқарып, достық жұмысын атқарып, барлығы бұл еңбек. Бұның барлығы шыдамдылық, білімділік, сыйластық. Сондықтан да мықты әйел деген бүгінгі қоғамдағы барлық мықты қыздарға арналған ән. Жарайды, ер азаматтарға не қалды онда? Жоқ, ер азаматтардың қасында мықты әйел болған кезде ғана ер азамат үлкен жетістіктерге қол жеткізіп, жаңағы орыстарда мақал бар ғой, за каждым успешным мужчиной стоит сильная женщина. Қазір ол мақал кішкене өзгертті, білесіз бе? Оны өзгертіп алатын адамдар өздерінің ыңғайлыға өзгертіп алғандар. Әлсіз адамдардың өзгертіп алғандары. Өзіне сенімсіз еркектің өзгертіп алғаны. Анасын, балаларының анасын, туған әпкесін, туған қарындасын мойындамаған еркек, ол мойындағандықтан емес, сыйламаған еркек. Біздің қоғамда анасын, балаларының анасын, қарындасын, апасын, жеңгесін сыйлаған еркекті слабый еркек дейді. Сыйлаған еркек ол нағыз мықты еркек. Өзіне сенімді еркек әрдайым өзінде сенімді тірліктер жасайды. Және де мен қазір әйелімді мақтап қойсам, әйелімді керемет қылып қойсам, мен ана жерде көрінбей қалам деп, нағыз сорлылықтың белгісі ол. Жарайды, жаңа айтып жатсыз, әйел адам деген шыдау керек деп. Неден шыдау керек? Неден шыдауға болады, неден шыдауға болмайды? Шыдамдылық деген жұмыстан шаршап келгенде балаңның еркелігін көтеру, күйеуіңнің бірге отырып шайын ішіп, шайын қойып беру, соның өзін қиындықта. Ал енді қазіргі қоғамда өзіне сенімсіз еркектердің әйелді төмендетіп, көңілінен шықпай жатса нұқып жіберіп, балаларының көзінше оны төмендету, ол нағыз сорлы адамның тірлігі, сорлы еркектің тірлігі. Ал дәл ондай сорлылықта әйел шыдамау керек. Ол жерде шыдамсыздық бөлек дүние. Бұл жерде әйел өзін қорғау керек. Бұл жерде әйел өзімен бірге, өзінің отбасын, өзінің балаларын қорғап тұр. Әйел кішкене, жүр айналайын, былай шығып кетейік. Сен ақылсың, сен күшсің, жүр кеттік. Балаларының көзінше бет жыртыспайық біз. Далаға шығайық. Не айтасың маған? Осындай десе, нұқып қалса, салып жібер, сойып жібер әкең ауыздырайын. Ол кім сондай ақ саған қол көтеретін? Егер де сен бір тәртіпсіздік жасап, сондай бір тіпті бір қателесіп жатқан жағдайдың өзінде де еркек кеп, айналайын келіншегім ау, сен мына жерде сөйттің ғой. Я, кейбір келіншектер бар жаңағыдай. Сен тұр, мен атайын, сөзді түсінбейтін, тек айқаймен жеңем дейтін. Айқайлаған адам жеңілген адам. Айқайлаған, қол көтерген, төбелес бастаған адам ол жеңілген адам. Бәрін ақылмен, әңгімемен. Қазақтың аналары бір сөзбен соғысты
тоқтатқан, екі елдің соғысын тоқтатқан. Бір какой-то бір еркек тоқтатамайсың ба? Айтса, айтпаса салып жібер әкесің. Сіз үйдің проблемалары шешетінді түсіндім мен. Жоқ, мен просто ана нұқып атқанда сүмірейіп отыра беретін келіншектерге айтатыным, сенің әкең мен шешең сүмірейіп таяқ жеп отыру үшін туды ма? Сенің сүмірейіп отқаныңды көрген қыз сенен қандай тәрбие алады? Сенің сүмірейіп отқаныңды көрген ұлың сенен қандай тәрбие алады? Сондықтан тәрбие шешесінен келеді дейсіз ғой. Бүкіл тәрбие, отбасындағы тәрбие бұл шешеден. Әкені де асқар тау қып көрсететін де шеше. Әзірейлі қып көрсететін де шеше. Баяғыда бізді шешеміз әкемізбен қорқытатын. Әкелерің демалып жатыр, шуламаңдар. Әкелерің шай ішіп отқанда мені ашытпаңдар. Ол бізді қорқытып, әкемізді бетке қойып қойды. Кеше мен бір әлеуметтік желіден көрдім, бір оңбаған хайуан әкесін сабап жүріп жіберіпті. Ол қайдан үйренді онда? Кейде ойлаймын, түбіріне қарау керек осындай моменттерді. Өткенде бір дүкеннен шығып үй жаққа қарай бара жатсам, бір кішкентай 7-8 жасар бала, бір келіншек орамал таққан, бәрі жабық, телефон қарап келе жатыр. Баласы артынан аңырап, жылап келе жатыр. Бір кезде келді де шешесін бір-ақ ұрды. Бейтпе, деп. Келді де аяғымен тепті. Анау үндемей келеді, сосын мен тоқтадым. Шыдаймай кеттім. Дедім. Сен кімге сөйлеп келатсың? 7-8-дегі бала деген есін білген бала ғой. Ол шешесіне қазір айқайлап тұрса, ертең не істемейді ол? Ол, значит, шешесіне әкесінің айқайлағанын көріп жүрген адам. Значит, ол шешеге айқайлауға болады, қол көтеруге болады, тебуге болады деп тұрған адам. Ол ертең әйелін де солай ұстайды. Мен айтатыным, ұяда не көрсең, ұшқанда соны жасайсың деген. Мінекей, бүкіл тәрбие, дәстүр отбасынан басталу керек. Ал сіз ше, сіздің мен білмеймін деген өлеңіңізде мынандай сөйлем бар екен. Қалай құбылса да шыдадым дейді. Бұл қазір ойласаңыз, өмірде ең көп шыдағаныңыз не болды? Ең көп шыдайтын қазір әйелдер болып жүр. Сол кейде біз былайда бізде шаш ал десе бас алатын заман болып тұр да. Біз шыдамдылықтың да шегі бар. Шыдамсызданып, жаңағыдай бүгін түнмен мені бала ұйықтатқан жоқ деп күні бойы қабағын түйіп жүретін келіншектер де бар. Иә. Ол бала жылайды қояды, ертең ол өсет, сол жылаған түніңді сен сағынасың. Сондай кезде шыдамдылық көрсету керек. Ал төмпештеп сені унижать етіп жатқан жерде сен шыдамдылық көрсетпеуің керек. Сен ол кезде еңсеңді көтеріп, осы жерде мені не үшін сен балағаттап жатсың? Не үшін сен менің басымнан ұрып жатсың? Жеңіс апа қандай ене? Менің қандай ене екенімді келінімнен сұрады. Негізі бір сұхбатта сіз ренішті айттыңыз да, мен үлкен балам үйленген кезде бөлек шықты деп. Жоқ, ол бірінші несінде бөлек шыққан жоқ менің балам. Менің балам 2 рет үйленді. Иә. Үлкен балам. Қазақстан біледі. Бірінші үйленген кездегі бірінші келін бөлек шығайық дей берген. Сонан кейін менің ұлым бөлек шықпай емес. Біз осы шаңырақта тұрамыз деп, бөлек шыққың келсе өзің бөлек кете бер деп солай кетті. Негізі сіз қалай қалайсыз? Мен ол жерде қатысым жоқ. Ол кезде балдар өзі үйде тұрды. Мен жұмыс бабымен Астанада тұрдым. Иә. Сол кезде орталарында болған әңгіме. Өйткені мен келгеннен кейін сол экс келінге не болды, не жағдай болды, қандай, не үшін кеттің дегенімде, у меня к вам претензии нет деді. Сондай заман. Келін енеге, у меня к вам претензии нет деді. Сонда келіндер енеге претензия иметь ете алады екен. Әрине келін бөлек бір жан ғой, тірі жан. Тірі жан. Мен Аллаға шүкір кәзімді келінім, мен сәнім деймін. Иә, сәнім деп айтады. Мен өзім қалайдан сұрап алдым осы қызды. Иә, жақсы көреді екенсіз. Иә, Аллаға сансыз шүкір деймін. Күнде таңертең тәубе шүкір деп айтып отырам. Маңдайынан сүйем, арқасынан қағам. Бірге тұрасыздар ма? Бірге тұрамыз. Ол келінім, наоборот, бөлек шығыңдар десем шықпаймыз дейді. Енді ана балаларың өскенше тұрасыңдар, сосын бөлек шығамыз десек, жоқ, бөлек шықпайсыңдар. Бәріміз бірге тұрамыз дейді. Бірге тұру деген береке емес па? Бізден не зиян?
біз қолымыздан келгенше көмектесеміз. Менің жүрісім мына бүгін Қызылорда, ертең Талдықорған, арғыны Астана, үйге өзім қонақпын. Көбінесе қазір жолатпайды ғой ол нәрсені бірге тұрған дұрыс емес деп айтады. Негізі айтатыным, менің көп қазіргі замандастарыма айтатыным, келген келін деп сынап қабылдамай, сенің балаңның таңдауы, сенің балаңның жан жары, сенің болашақ немерелеріңнің анасы, екеуіңді байланыстыратын ертең бөпе бар. Ол даладан келіп далаға кетпеу керек. Біз бір-бірімізге бауыр басуымыз керек. Бір-біріміздің қандай шай ішетінімізді, талғамымызды, көңіл күйімізді сезетіндей жағдайда болып, танысып, бауыр басуымыз керек. Сонан кейін бар бөлек шықса, ол бөтен адам болмайды. Иә. Ей, анау мысық тақсыра баласың ғой? Ана мысық біраз жүргеннен кейін жоқ болып кетсе, ана мысықты сағынасың ғой, үйреніп қаласың ғой. Сол сияқты адамға үйрену керек. Сен мысыққа теңеп жүрген деп ойлайсың. Жоқ, мен просто айтып жатырмын да, кейде келген келінге сынмен қараймыз. Иә. Ол келіп бәрін ана жерде өзгерту керек. Ол келін өміріңді өзгертіп әдемі қылу үшін сен өзің әдемі болуың керек та, оған деген көңілің, оған деген сенімің әдемі болу керек. Сенімді болуың керек. Сол кезде бәрі жақсы болады. Я, мен де басында келінім күшті, сәнім, әнім, кейде бірдеңелер дұрыс болса, мен замечание жасаймын. Мен айтам, замечание айтуға бола ма деймін. Алдында бір-екі рет замечание жасап, жылап қалды, сосын айтам, ойлаймын, саған сөйлемеуім керек пе? Онда можно я скажу деймін. Қазір тәуба. Мен айтам, мен ашуланып келатқанымды көрдің ба? Сен күлді, мам, не болды? Қойыңызшы, все будет нормально. Дейсаш, жының келіп тұрса да. Да. А сен көтеріліп кетқанда мен бір жерімді қыса қояйын деймін ғой. Ол болады. Мен Аллаға сансыз шүкір, маған сондай бір жүрегіме махаббат бергеніне. Мен келінім айтам, мен сені тумасам да туғандай жақсы көремін деп. Тіпті менің қасымдағы кейбір замандастарым айтады, сен келінді қатты еркелетесің дейді. Мен 30-дан асқан ұлымды да еркелетем. Мен байымды да еркелетем. Келінімді неге еркелетпеймін? Мен оны да жақсы көрсем, мен еркелетем. Өйткені ол менің немеремнің анасы ғой. Ал немерелеріңіз сіздің қай қасиеттерді алса екен дейсіз? Менің немерем уже бүкіл қасиетті алған ғой. Қандай? Ол өте еркін. Уже адамның қас-қабағын біледі. Иә. Өте ерке. Айтқанын істетеді. Мен айтам, қыз баланы сөйтіп ерке қылып, өзіне сенімді қылып өсіру керек. Ертең ол бір ынжық болмайды да. Ол ақылды балалар еш уақытта жамандыққа бармайды. Қазір 2-де небәрі. Иә. Қазірдің өзінде сен шаршап тұрсаң, апа деп келіп алдайды. Бірдеңені жасау керек па? Ата деп бар. Оны кім жасайды? Соны білет жасайтын. Соны жасап бер деп атасына барады. Бірақ әке-шешесі келгенде біздің бәрімізді лақтырып тастайды. Сатқын деп, сатқын болып. Сатқын бола берсін. Ол ата-анасынан артық бала үшін, ол әлемдегі ең жақын адам ата-анасы ғой. Біз сол ата-анасының артында тұрған адамдарымыз. Ал немереңіз ше, жиі келе ме осы Қызылордаға? Менің немеремнің туылғанына 2 жыл болды ғой. Енді аяқ басып, енді дүние танып жатыр ғой. Алла бұйырса алып келемін. Мен өзім Қызылордаға келген сайын әрдайым жаңалықтарды көріп сондай қуанам. Қазір біздің жаздың күні 60 градусқа дейін баратын Қызылорданың көшелерінде жайқалған гүлдер мен көкпеңбек талдар, көгалдандыру қалай қарқынды жүріп жатыр. Құрылыстар қарқынды қалай жүріп жатыр. Әдемі ғимараттар, өнер орталықтары, балаларға деген, жастарға деген қаншама орталықтар бар. Олардың өсуіне, өмірді тануына, жалпы бізде жаңа тіпті анаға тағзым деген орталық бар. Жаңадан отбасын құрғысы келіп жүрген қыздарға келіп, апаларынан, әжелерінен көп нәрсені үйренуге мүмкіндік беріп қойған. Болам деген балаға біздің облыста, біздің осы Қызылорда қаласында бүкіл жағдайлар жасалынып тұр. Ауа райының қиындығына қарамастан, біздің ауа райы өте қысы қатты, жазы ыстық, желі бар. Мысалы, менің осы жердегі туысқандарымды Алматы жаққа көшейді десең, атама дейді. Қызылордадан басқа жерге барса өліп қалатын деген олар бар ғой. Оларға осы ыстық керек. Мысалы үшін, біз екеумізде бүгінгі күні 40 градус ыстықтың астында
басқа жерге барып интервью беруге болады ғой. Жоқ, біз қаламызды көрсетіп, осы қалаға наслаждаться етіп жүруіміз керек қой. Шынымен де. Иә, сондықтан набережныйда барып жүріп қайтайықшы. Аңсатса сөрінер әндер бір жүрегімді өзіңнен туған ұлың айнасын. Жайқалған ақ күрішің жара